Содан соң талдау жасап болғаннан соң бізге көмектесетін чат GPT немесе Gemini. Gemini'ді білеміз ғой біз, иә? Мысалы менің YouTube каналым бар. YouTube каналда мына видеоны осы видеоны толықтай жасанды интеллект жасаған. Осы видеоны. Бұл видеоны жасау үшін бірінші сценарийден бастаймыз. Әрқашанда сценарий керек болады. Мен айттым, мамандық туралы видео жасамақшымын, сөзін жазып жіберемін. Сол сөз бойынша 20 секундтық, 3 минут 20 секундтық, 5 секундтық кадрларға видео дайындап бер дедім. Сосын ол осындай жаңағыдай бірінші шумаққа мынандай деген сияқты әртүрлі промпттар жазып берді. Промпттар. Міне. Промпттардың барлығын алып аламыз өзімізге. Немесе ұнамайтын болса қайтадан айтып жасатып алуға болады. Сосын мен айттым, маған 40 емес 30 кадрға арналған суреттер мен промпттар жасап берді. Мен 40 кадр деп едім, өте нашар жасап берді басында. Содан 30-ға азайттым оны. 30-ға жасап берді. Соны жеке-жеке қойып отырамыз тек қана міне. Промпт осындай, оған міне мынандай шығарып береді. Екінші промпт осындай, оған мынаны шығарып береді. Үшінші, осылай кейіпкерді бір-бірден генерация жасау арқылы жасап отырамыз. Қазақша түсінді ғой да. Мына жерде, иә, сценарийді басында промпт тапсырма берген кезде қазақша бола береді ол жерде. Міне. Мен өлең сөзін ChatGPT-ге жаздыртып, оған өлең шығарып, оны келесі сабақта өтетін боламыз, өлең шығарып. Сол өлең бойынша, сол өлең бойынша видео жасап беру керек болды да маған. Сөзін жібердім, сол сөз бойынша маған промпттарға, видео кадрлар дайындап бердім 5 секундтық. Мен 5 секундтық видео кадр дайындап бер деген, ол алдында да мен промпттар жасап беріп жүрді ғой маған, басқа видеоларға. Ол бірден түсінді да, жасанды интеллект. Соған жасап берді. Бірақ промпттардың барын ағылшынша жазып берді. Міне промпт 1 деп тұр ғой мына жерде. Промпт 2, промпт 3 деген сияқты. Солай жасап берді. Міне кейіпкерлер қатты ауысып жатқан жоқ негізінде. Бірақ ондай тапсырмада мен де берген жоқпын. Ауыспасын деген сияқты, иә. Ал ауыспайтын болса, бірден айтасыздар оны да. Мысалы, мына жақта менің Айсафи деген кейіпкерім бар. Ол мына жерде міне қара нәсілді қылып жіберді. Сосын Айсафи түрі ауысып кетті ғой деп айттым. Одан соң маған шығарып берді. Сосын мен оны ұмытып қалған екен. Ұмытып қалған қандай түрі екен. Сосын мен айттым, осы қыз осындай деп едім. Сосын шығарып берді. Көрдіңіздер ма? Яғни белгілі бір чатта, әр чат мына жақта ашылып тұрады ғой міне шетінде. Әр чатқа, жеке чатқа бір ғана затпен жұмыс жасау керек. Мысалы, бір кейіпкермен бір чатпен жұмыс жасасаңыз, ол жасанды интеллектке оңай болады. Мысалы, осы Айсафи деген кейіпкермен бір чатта ғана жұмыс жасау керек. Басқа бір кейіпкермен басқа чатта, басқа бір кейіпкермен басқа чатта деген сияқты. Солай жұмыс істеген чатқа ыңғайлы, яғни жасанды интеллектке. Сосын мені шығарып берді. Солай жасай бересіздер. Одан соң барып оларды жүктеп аламыз. Ол фотоларды жүктеп аламыз. Берген фотоларын генерацияға, әр фотоға кемінде 30 секунд, 1 минут сондай уақыт кетеді. Мына жүктеу мына жерінде басасыздар да жүктеп ары қарай қолдана бересіздер. Енді сценарий бар бізде, фотолар бар, оған промпттар да бар, иә, әр кадрға. Бұл немесе
екеуіне де кете беруі мүмкін. Яғни сіз айтасыз, маған промптта суретке де және видеоға да жасап бер десеңіз, сізге жасап береді. Мына жерде екеуін бірге қолдана бердім. Немесе бөлек бөлек жасап бер десеңіздер болады. Яғни камераның оңнан солға қарай, камераның солдан оңға қарай зум әдісі арқылы жаңағыдай үлкейіп кетуі деген, крупный кадр алу деген сияқты, иә. Солардың барлығын, күннің батуы, артындағы өзгерістер барлығын тікелей суреттеп бер десеңіз де суреттеп береді жасанды интеллект. Жасанды интеллект жаңағыдай чат GPT немесе Gemini, осы екеуіне сценарийді құрдыра аласыздар. Сценарий құрдырасыздар және промпт жаздырасыздар. Енді одан соң оны жасайтын платформалар қандай? Осыған өтейік ары қарай.